What a lovely day to see your face. It's been one long week to say the least. Come Friday night. Сәлем, қалайсың? Кішкене көңіл-күйім болмай отыр. Ұйқымнан жаңа тұрдым, бізде уже кеш. Басқа үйге көшіп жатырмыз, және де біз бұл вузда рум-тур үйге көшу, және де жаңа үйге заттарды бірге алатын боламыз иншалла. Мінекей заттарын жинадым. Тут бардак. Мыналардың барлығын тағы да келіп жинап, мыналарды, астынан заттарды алып келетін боламын. Везде бардак. Жалпы бір жатқан жерме иншалла қайырлы жер болсын, мен үшін қонысты болсын, сөйтіп сағынатын боламын. Кіріп келдім заттарымды. Теперь лифт күтіп тұрмыз. Ну да, спортивкамен өзімдегі лукпен сағат 3 болды. Сағат 6-да карантиндік жағдайға байланысты базарлар жабылады. Бірақ мен істейміз, как обычно, как лакшери фрилансер ретінде Байсатқа барып, үйге керек заттар аламын. Самый позорящий нәрсе, мен 1 сағат жүріп келемін автобуста и бац, бүкіл жер жабық. Здрасте. Ой, бір бекер келдім басында. Так, мінекей, мен бөлмем. Мына жерге жатамын, қазір үстіне постель қоямыз. Анда айна, терезе, стол. Ана жақты тоже балкон өзгертеміз. Махаббатым ашылып жүр. Қанша уақытта сөйлеп алып келсем де, осы заттарды қазір енді мұнда қойып реттестіріп боламын. Бөлме заттарды қарап жатырмын. Бізде қазір енді верстка қалды, гардеробный. И маған бала өткізі, маған көмектесуге специально астанадан келді. Маған бірақ аяқтың салатын керек емес астына. Ғана 6800. Содан дұрыс. Давай, нормально қайтып жатырмын, мен ютубыма шығасып жатырмын. Сіздерге сладкий ұсынса малиновый алыңдар, сосын манго алыңдар. Манго ол бізге шекер қосылған сәбізінен шығады. Шекер қосылған сәбіз? Шекер қосылған сәбізінде ғой. Шекер қосылған сәбізінен шығады. Мынау құлпынайдың шығады. Хотя это малина. Бағасы
Бағасы 22 мың ба? 22 мың теңгеге свежасын. Қай кезде жағасың? Өтірік айтпыз, 22 мың деген ол андай бірдеңесі екен ғой. 700 теңге ма, сондай екен бағасы, құрсын. Ала беріңдер. Давай свечаны стоим. Окей, алсыз ба? Әпересіз ба? Точно әпересіз ба? Қытаймен таптым айнымда. Так, біз уже алдық заттардың бәрін. Жаным, Жәмилә. Енді қазір біз таксиміз күтіп тұрмыз. Біздің машина. Қайсы? Өзім. Ой. Үйдің ішіне енді толықты түсіретін болсақ, мінекей, ішке кіріп көргенде осындай айна бар бізде. Здесь я. То же самое, мында шкафчиктер. Мында уже кухня. Жуатын машина, бәрі өз орнында. Мына жақта ванна. Уже мына жақта бөлген кезде біздің пол жуатын машинкамыз, и такая диван, әдемі музыка. Мына мен Светкамның комнатасы, ал мында менің бөлмем. Қазір күндіз, сол үшін примерно сағат 5-терде кешкі жақын бөлменің іші қалай болып тұрғанын сіздерге кешкі түнгі бетпен көрсететін боламын иншалла. Менің армандағы айнамның бірі. Таңда сіздерге бөлменің солынан түсіндіріп көрсететін боламын. Мұнда арнайы балкон бар. Есікті ашып кірейік бөлмеге. Түннің жарымызда. Блемін, үйдегі обстановкада менен видео күттім, бірақ, к сожалению, так получилось, что именно офиске келгенде жағдай болып қалды. И осындай ситуацияда, состояниеде саған мен бөлісіп жатырмын. Бірінші сұраққа жауап бере кетсем, неге өзімнің жайлы тұрып жатқан үйімнен ауыстым? Бірінші, мен қазір бәріне белгілі болар, өте үлкен ауқымда өмірде өзгерістер болып жатыр. Соның біреуі ол маған местаны өзгерту керек болады. Именно в том положении, что өзімдегі қорқынышпен бет-бет келу үшін, өзгерістерді жасау үшін. Негіз местоположение өте қатты күшті әсер етеді, өйткені локация бәрі-бір әсер бар. Табысында болсын, ол любой нәрседе. И сосын так получилось, что июльдің соңы, август, мысалы, барлық студенттер квартира іздейді, квартираның бағалары ұшып жатыр. Әркімде әртүрлі өзің қалаған сол жерде таппайсың, жалғыз тұрғың келеді, болмаса бір жақсы адаммен. Вот именно ол кім деген сияқты ойланып жүрдім. И вот осы кезде маған ұсыныс келді. Менің жақсы танысым, стилист фотограф, фэшн фотограф десе де болады. Камалия Аян ханым. Неге ол кісі өзінің ұсыныс жасады. Бірге тұрып жатырмыз қазір. Үйде барлық условия бар, бұда жуатын машинка, тазалайтын машинкалардың барлығының өзінің. Бірақ так получилось, что мен жайғасып жатқан кезде, мына видеодан көріп тұрғандарыңыздай, блокноттарын жайғасып жатқан кезде просто так ашып қалдым бір блокнотын. И ашқан кезде тура бір жыл бұрын 3 айдан кейінгі бір ортам жайлы жазыппын. Ортамда Жұлдыз Ақболат, білмеймін, Балқия Балтабай, Мәртебе Кайдар, короче, кім хит бәрін деп шыққан ол жерде. И так получилось, что мен ол жерде фанат болып кездеспеймін. Фанат болып кездессем, олардың естерінен шығып кетемін. А я хочу, чтобы оларға мен де пайдалы болып, и олар да маған пайдалы бір встреча болып, сөйлесіп, и олар типа мені татуға байланысты, сториске байланысты, фишкаларды пайдаланса деген ниетім болған. И соны прям четко жазғам. И Балқия Балтабайдың маркетологы осының стратегиясын. И так получилось, что қазір мен август айында оқып отырмын. Аллах аса мейірімді.
реально мен балқайханның маркетологымын бірнеше, және де мысалы Жұлдызақ Болатпенде, Мәртебе Кетімінде бәрімен жолықтым, кездестім, проекттер жасадық, консультациялар болды, там олардың кездесулер, тәтті шайлар деген секілді. И оның барлығы, ол өзгерістің барлығы, мысалы мен балқайханға маркетолог болып келемін деген жоқпын, а просто так, мысалы сториске разбор жасап бастаймын, ну давайте көрейік деген сияқты басал. И қазір мен просто так жанындағы сосед то же самое жазып қойғам осы кісімен. Мен білем, что сториске байланысты маған идея, менің идеям пайдалы болады дейді. Реально сатуға байланысты, сториске байланысты, ол кісіге бөлсем, ол кісі маған киінуге байланысты өзінің ойларымен, пікірлерімен бөлседі, айтады. И так получилось, что просто жазған нәрсем орнап кеткен, таң қалып отырмын. И Аллах бір жыл бойына өте көптеген өзгерістер болды әрине. Ну, сондай жаңалықтар. Жанымда су болса екен, көл болса екен деген. Дәл есімнің алдында көл бар, су бар, барамын, демаламын. И көптеген проводка жасалған вообще болып жатыр. Вот. Жалпы блог осындай болды, көптеген интереске толы. Өткенді жібере салу маған честно оңай болған жоқ. Ескі заттармен пакаласу, пака жасау, тастай салу, адамдармен де то же самое. Бірақ бір қуанышты жағдай, жаңа нәрсе келгенін қаласаң, жаңа табыс келгенін қаласаң, ескі заттарды босату керек, жіберу керек, жаңа нәрсеге орын дайындау қажет. Осындай күшті сөздермен иншалла өздеріңіз қалағандай үйді табыңыздар, иншалла. Тауып қана қоймай орналасыңыздар. И мен примерно қазір мен бұрыннан армандап жүрдім, прям так хочу глянды мен комнатамды бір подростковый сияқтығы бір стильдер жасадым. И сондай стильдегі киімдерді алдым, жасадым, киіндім, короче, комнатамды дуалдаға жабыстырдым, кешсайт жабылды, Аллаға шүкір. Енді саған осындай бір обстановкадан мынандай бір нәрсе айтқым келеді. Арманда қорықпай жаз, міндетті түрде. Қандай бір күшті бір фанатың, блогерің болса да, осындай уақытта кезің келеді, нақты целіңмен сен оған қалай пайдалы бола аласың. Даже комната болсын, үй болсын, бәрі Аллах өзі сен дайындап қояды сондай нәрсеге, и сен сол нәрсеге постепенно дайындаласың, и сен көбірек дұға жаса, чтобы осы сенеге сен жеңіл түрде, хайырлы түрде, және де дайын болып жетуіңді. Влог ұнаса, білесің не істеу керек екенін, мені қалай қуанту керек екенін, подписка жаса, лайк бас, міндетті түрде комментарий жаса, келесі менің өмірімдегі влогымда не жайлы айтайын. Мұсылман қыздардың гардеробы қандай болады, немесе менің гардеробым қандай киімдерді сочетать етемін, қанша киімдерім бар деген секілді бөлісе аламын. Жазып кет комментарияға.